Бәріне сәлем, мен атым Бауыржан және бұл Балкаплей арнасы. Және достар, мен сіздердің бүткіл проблемаларыңызды шешіп тастаймын деп ойлайтын ақымақ емеспін, және көптеген проблемаларды, адамдардың проблемаларын кейде шешу мүмкін емес, және білесіздер ме, оларды кейде шынымен де шешу мүмкін емес. Және мен сіздердің проблемаларыңызды шешу мақсатында түсіріп тұрған жоқпын бұл видеоны. Мен бұл видеоны сіздердің проблемаларыңызды жеңілдету мақсатында түсіріп жатырмын. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Лайк басып, видеоны қолдап отырыңыздар. Адамдардың негізгі проблемалары адамдар үшін ең маңызды үш нәрсеге байланысты. Оның біріншісі адамдармен қарым-қатынас, екіншісі қаржылай жағдай, және үшіншісі денсаулық. Адамдармен қарым-қатынасыңыз ішінде сіздің отбасыңызбен қарым-қатынасыңыз, достарыңызбен қарым-қатынасыңыз және жұмыстағы коллегаларыңызбен қарым-қатынасыңыз, барлық жан-жағыңыздағы адамдармен қарым-қатынасыңыз жатады. Егер де сіздің олармен қарым-қатынасыңыз біреусімен нашар болатын болса, сіздің көңіл-күйіңіз де соған байланысты нашар болады, және бұл сіздің өміріңізге қатты үлкен әсерін тигізеді. Және оны шешу үшін сіз өзіңіздің қызығушылықтарыңызды өзгелердің қызығушылықтарынан бір саты төменге қоюыңыз керек. Себебі сіз өзіңізді ғана ойлай беретін болсаңыз, онда сіздің қарым-қатынастарыңыз жапа шегетін болады. Және екіншісі ол қаржылай жағдай. Қаржылай жағдайға байланысты айтатын тек қана бір ереже бар, байлардың бәрі оны қолданады. Ол табысты көбейтіп, шығынды азайту және ортасындағы дельтаны, яғни шығыс пен табыстың айырмасын инвестиция жасау. Бірақ инвестиция жасау үшін бірден сіздің жинайтын қаражатыңыз жеткіліксіз болуы мүмкін, себебі көп адамдардың жалақысы ондай көп емес. Сондықтан ақшаны бірінші жинап, бірінші қаржылай жастық жасайды. Мысалы, қаржылай жастық деген ол сіздің кем дегенде 3 ай бойы өмір сүруіңізге жеткілікті ақша сомасы. Соны жинап алғаннан кейін ғана барып инвестиция жасау керек. Және бұл негізгі ереженің біріне жатады, және сіздің шығындарыңыз ешқашан табысыңыздан көп болмауы керек. Және үшінші ол сіздің денсаулығыңыз. Денсаулыққа келгенде мен сіздерге ешқандай кеңес бере алмаймын, себебі өзімнің денсаулығым керемет деп айта алмаймын. және менің де зиянды әдеттерім бар, мен олардан құтылуға тырысып жүрмін, бірақ оны айту оңай, істеу өте қиын. Сондықтан мен сіздерге денсаулық жайында қатты көп нәрсе айта алмаймын, бірақ психологиялық денсаулық жайында айтатын сөздерім өте көп. Себебі сіздің өзіңізді жақсы сезінуіңіз сіздің ең бірінші психологияңызға байланысты, ал одан кейін ғана барып сіздің қаржылай жағдайыңыз бен адамдармен қарым-қатынасыңыз одан кейінгі сатыда тұрады. Егер сіз өзіңізді жақсы сезінбесеңіз, сіз айналаңыздағы адамдардың бәріне қиындықтар туғызасыз. Сондықтан ең бірінші өзіңіздің психологияңызды зерттеумен айналысуды бастаңыз. Ал егер достар, осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып арнаға тіркеліңіздер. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Бай-бай.